Қара аққудың махаббаты екінші бөлім. Анамның қатты қиналғаны әлі есімде. Бала болсам да бәрін сезіп түсінетін халде болдым. Көршіміз болатын, зыпылдап қалған әйел еді. Үйге келген сайын, Гүлзия, мен бір мықты көріпкелді білемін. Қаншама мәселені шешіп жүрген әйел екен. Жақын арада барамын. Менімен еріп барсаң қайтеді? Мәселеңді шешіп берер, Онсыз да басы қатып күйзеліп жүрген анам келісе кетті. Сол көріпкел барлық мәселені шешіп беретіндей үміттеніп, әлгі көрші әйелмен еріп кетті. Ол кезде інім екеуміз үйде қалдық. Бір сағаттай анам келмеді. Терезеден әлсін-әлсін қарап қоямын. Есікті іліп алып, ініме де қарап отырған мені әлгі көріпкел әкемді қайтаратындай көрінді. Бала жүрегім әкем үйге оралса екен деп тіледі. Бірақ анамның алыстан сұлбасы көрінді. Қасында көрші әйел, әкем жоқ. Жылағым келді, бірақ өзімді іштей жұбатып қоямын. Бәлкім, әкем ертең келетін шығар. Көлікпен жете алмай таңертең келу керек деген үмітім әлі сөнбеді. Анам үнсіз үйге кірді де тамақ дайындауға кірісті. Мұрны пышылдап жылап жүргенін біліп тұрмын. Тамақ дайын болғанда өзі ішпей біздерге берді. Өйткені анау айтқандай азық-түлік те қалмаған еді. Жалғасы бар.